Ұршық жасап жатырмын. Ұршық деген жіп иіруге арналған құрал. Кезінде әжелеріміз осыдан жіп иіріп, киімдер тоққан. Мына сабы дейтін қайың ағашынан жасалады. Мына төбесіндегі ағашты қаңғалақ деп айтады. Мына үстіне қорғасын құяды, ауырлатып. Жіпті жақсы иіру үшін айналуына. Мынау мұрындығы, қазір мұрындығын саламыз. Анаңа апарасын осы мұрындығын салып. Бар енді анаңа апарып бере ғой. Анасым, ұсық дайын болды. Әкеле ғой қызым. Кел кәне, қызым қасыма отыр, екеуміз бірге дайындайық. Анасым, ол не? Бұл түйенің жүні. Түйенің жүнінен неше түрлі төсек көрпелер, қажетті дүниелерді дайындауға болады. Қызым, неке жүнімізді түтіп дайындап алдық. Енді осы жүнімізді қолымызға орап, өзімізге ыңғайлы қылып тағып аламыз. Міне жібіміз дайын болды. Енді ұршығымызды алып, ұршығымызға айналдырамыз. Міне қызым, осылай дайын болған жерін ұршығымызға орап аламыз. Мінекей қызым, жібіміз, керекті жібіміз дайын болды. Енді осы жібімізді төгіп дайындап аламыз. Міне қызым, керекті жібіміз дайын болды. Осы жіптен әртүрлі шұлықтар тоқуға болады. Неше түрлі кәжеки, жемпірлер тоқуға болады. Мына киіз үйімізге керекті жіптерді, осы жүнімізді, жіптерімізді түрлі түсті бояуларға бояп тоқылған. Және қызым, осы ұршығымызды арқылы салған неше түрлі шашақтар дайындауға болады. Міне осы ағаш үйіміздің ішіндегі шашақтардың бәрін осы ұршық арқылы дайындалады.